есіңде болсын, бұл өте маңызды. Сен үшінші күні күн батқанға дейін әлгі сымбатты ханзаданы өзіңе ғашық етіп үлгеруің керек. Сосын ол сені сүюге тиіс. Жай ғана сүйе салған болмайды. Ынтығып, шын ғашық болып сүю керек. Үшінші күні күн батқанға дейін сені сүйсе, онда сен бір жола адам болып қаласың. Ал егер ол сүймесе, қайтадан суперсіне айналып, менің алдыма келесің. Жоқ, Ариэль! Сонымен келсесің бе? Егер адамға айналсам, әкем мен әпкелеріме қайтып орала алмаймын ғой. Дұрыс айтасың. Бірақ сүйіктіңмен бірге боласың. Өмірде таңдау жасауға тура келер. Оу, ұмытып барады екем ғой. Қарағым, мұның ақысы жайлы айтпаппыз ғой. Қазір тегін ештеңе жоқ, білесің ғой. Бірақ менде ештеңе... Көп нәрсе керек емес. Түкке тұрмас дүние десем де болады. Соншалықты керемет емес. Сенен сұрайтыным тек сенің дауысың. Дауысым ба? Дәл солай, жарқыным. Сөйлейде, әндете де алмайсың. Бірақ дауысым болмаса, қалай? Ал сырт келбетіңше. Әп-әдемісің. Сондай-ақ іс қимыл арқылы да тілдесуге болатынын ұмытпа. Көп сөзді ұнатпайды жер бетінде. Адамдарға ұнамас мұлжыңдар. Тілімді алсаң, бұл менің мылқау боп дұрыс жүргенің. Үндемей жүрсең бақытты боласың. Біліп қой, еркектер көп сөзді жек көреді. Үндемесең жеңесің қалайда. Мылқау болсаң расында, барлық жігіт қасыңда. Нағыз арман боп жүресің талайға. Солай ғой, ей бақытсыз құрбым, шешеміз барлығын. Алтын демес, асыл демес, сұрайтыным ол үшін керек маған дауысын. Ай-хоу, бақытсыз құрбым, өтер бұл күн. Не қаласаң сол болады, тек айтқанымды тыңда. Қане демал, ал демалма, қол қойып жібер мұнда. Флотсам, жетсам, ол менікі. Енді бөгет жоқ маған. Менің бақытсыз құрбым. Ақ серке, көк серке, Каспий бетін жел тербесін. Каспий теңізінің желі есін, маған дауысыңды бер. Шырқа. Әндете түс. Мына дауыс. Мына әсемін құлағымнан кетер емес. Іздемеген жерім жоқ, Макс. Қайда жүр екен?